Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Сіздерге үй тапсырмасын және де жаңа сабақты құру жолын үйретеміз. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Үй тапсырмасын онлайн мектепте қалай құрамыз және де өзіміздің сабағымызды қалайынан жасаймыз. Ең алдымен сіздер кестеге кіресіздер. Кестеге кірген кезінде сіздерде сабақтың қасында үй тапсырмасы құру деген тұрады. Мысалы, сіздер үй тапсырмасын белгілеріңіз келсе, осы құруға басасыздар. Бұл сабақ бізде бейсенбі болады, келесі сабағы сейсенбі болады. Яғни орындалуына сіздер сейсенбіні сабақ уақыттарыңызды таңдайсыздар. Мысалы, 8:50 дейік. Одан кейін тапсырманы жазасыздар. 3 нұсқасы ұсынылады. Біріншісі, сіздер онлайн мектеп тапсырмасының скриншотын жасаңыздар болады. Екінші тапсырма, қандайда бір тапсырма, өздеріңіз берген тапсырмалардың бірі, конспект жазу, мысалы, үшінші тапсырма 50-60 бет, тағы да басқа конспект, тағы да басқасы. Үшінші тапсырма ретінде сіздер өздеріңіз жаңадан тапсырма берулеріңізге болады. Мысалы, 5 неологизмді тауып, сөйлем құрастыр, тағы да басқа. Жіберу дейсіздер. Осыдан кейін балалар қалай орындағанын білу үшін сіздерде көкпен жанып тұрады оны. Яғни сіздер осыған дейін сарымен жазылған құруды басып үй тапсырмасын құрсаңыздар, бұл кестеде қарапайым күндерден таңдағанда, енді өту арқылы үй тапсырмасын қалай орындағанын біле аласыздар және де бағалайсыздар. Мысалы, маған 4-еуі үй тапсырмасын жіберген. Қарайық, қайтадан тексеріп сіздерге көрсетейін. Бала жіберді онлайн мектептің тапсырмасын, жүктеу дейсіздер, немесе осы жерде хат ретінде тұруы мүмкін. Баланыкін көрдік, 3 бала алып отыр. Мысалы, жақсы, немесе тырысу керек, тағы да басқа комментарийді жазасыздар, және де белгілі бір балын қоясыздар тапсырмасына сәйкес. Жіберу. Енді өтуді бастаңыздар, баланың тапсырмасы тексерілгенін байқайсыздар. Бұл үй тапсырмасына байланысты, яғни үй тапсырмасы әрекеттер сол жағында, кестенің астында үй тапсырмасы. Мысалы, мына берілген үй тапсырмасы 1 бала орындаған, мынаны 3 бала, тағы да басқасы. Енді бұл үй тапсырмасына байланысты болса, сабақты қалай құрамыз? Кестеге ораламыз. Мысалы, мен жұма күніне жаңа сабақ құрғым келеді. Ол үшін мен редакциялауды басам, сабақты қосам. Мен 6-шы Ә сыныбына қазақ әдебиетінен, мысалы, интерактивті сабақ құрғым келеді. Жаңа интерактивті сабақ. Сабақтың тақырыбы жасымда ғылым бар деп ескермедім. Өлеңіне байланысты құратын боламыз. Сақтау. Сақтағаннан кейін күн таңдасаңыздар болады мына жерден, немесе таңдамай-ақ бірден сабаққа өтуге болады. Сабаққа өткен кезінде бірінші сіздерге ұсынылады, өту. Сабақтың мақсаттарын жазу ұсынылады. Біз өзіміздің қымжымызға сәйкес мақсатын жазамыз. Мақсатын жаздық. Конспект ретінде мен ғаламтор желісін қолдануға болады, немесе бірден слайдты қосуға болады, конспектті қосуға болады, Word презентациялар таңдалады. Өлең туралы ақпарат, мысалы, өлеңнің мазмұнын жаздым. Содан кейін тапсырма қосу. Мысалы, ашылмалы тізіммен жаттығу, бұл қандай да бір тапсырманы берген кезінде сол тапсырманың ақиқат не жалған екенін ажыратуға, тағы да басқасын ұсынуға болады. Мысалы, былай алуға болады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім атты Абайдың өлеңі 1886 жылы жазылған. Жауап нұсқасы ақиқат. Екіншісіне, мысалы,
жалған. Дұрыс жауап қайсысы екенін өздеріңіз ажыратасыздар. Келесі тапсырманың түрі. Бір дұрыс жауап бар тапсырма, яғни тест тапсырмасы. Өлеңнің негізгі идеясын анықтаңыз. Жауап нұсқаларын бірнешеуін қосасыздар. Мысалы, 3-4 жауап нұсқасын алуға болады, және де дұрысын таңдайсыздар. Мысалы, біріншісіне айтайық, жастарды адамгершілікке шақырады дейік. Екіншісіне сіздер таңдай аласыздар, В жауабы жастарды білімге шақырады. Үшіншісіне, мысалы, табиғатты аялауға үндейді. Дұрыс жауабы осылай белгіленеді. Қалғандары қате жауап. Үшінші тапсырманың түрі жұптау. Бұл сәйкестендіру. Мысалы, шумақпен қарастырайық. Шумақпен мағынасын сәйкестендір. Мен сіздерге қысқаша ғана көрсетемін. Бұл жерден былай сәйкестендіресіздер. Қайсы жауаптар дұрыс болуы тиіс. Бірінші қарайық. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Өлең жолдарында автор жастарды жастайынан ғылым жолын таңдауға шақырады, немесе ақын жас кезінен бастап ғылымды қуу керек екенін ескертеді, тағы да басқасы. Келесі, автор, мысалы, баланы медресеге беру арқылы білім жолын таңдау керек екендігін ескертеді. Сол кезде бала еліне қызмет етеді деген, тағы да басқасы. Таңдалды. Міндетті түрде бұны таңдамайтын болсаңыздар, сізде тапсырма дұрыс деп есептелмейді. Таңдадыңыздар, немесе файл қостыңыздар. Сақтау, сәтті сақталынды, сақтау және де жабу. Осы жерден сіздер таңдай аласыздар. Яғни бұл жерде менің сабақтарым. Кестеге қайтып оралайық. Сақтау және де жабайық. Сақтау және де жабу. Үй тапсырмасын бұл жерге де құрастырсаңыздар болады. Өту. Берілген сабақтың мазмұны берілді. Тапсырма. Нешінші жыл жазылған. Өлеңнің идеясы тексеру. Біріншісінде тексерейік. Үшіншісі, мысалы, сәйкестендіру тапсырмасы. Аяқтау. Және де балалардың қалай орындағанын бақылай аласыздар. Қысқаша айтатын болсақ, кестеге барсаңыздар, кестенің ішінде үй тапсырмасы дегеннің қасында құруды таңдау арқылы күнін, тапсырманы таңдайсыздар. 3 тапсырма ұсынылады. Онлайн мектеп тапсырмасы, немесе қандай да бір тақырыптың конспектісі, және де өздеріңіз таңдаған тапсырма. Онлайн мектептікін таңдайтын болса, бала орындағанының скриншотын жібереді. Өту деген арқылы тексере аласыздар. Мысалы, қайтадан тексеруді бастайын. Тексерген кезінде сіздерге қалай орындағаны шығады. Балын және де балын қойып комментарийін жазасыздар. Өз сабақтарыңызды тексеру үшін өтуді басасыздар. Мониторинг арқылы тексересіздер.